Wild and crazy, do the mumble like a crazy rhythm. Mumble like a crazy, mumble, 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 mumble like a crazy. Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге геймер, және де біз бүгін Clash of Clans ойнаймыз. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен 8-ші патшада қалай атака жасайтынын көрсетемін. Мен базама назар аудармай қойыңыздар. Мен осы жақында ғана 2 апта бұрын енді ғана 8-ші ратшыға көтерілген едім. Міне 32 хок, 9 маг, 4 лучницамен атака жасаймын. Және де заклинанияларда 1 яд, және де 3 хил. Міне мен жасаған атакаларым. Бірақ кейбірлері өте сәтсіз шықты атакаларым. Ең жақсы атакалар менде міне ең жақсы атака. Кеттік. Атака жасайық. Менде әлі хок 2-ші уровень, өкінішке орай. Сондықтан мен бұндай базаларға атака жасай алмаймын. Бұған да жасамай қойық. Сіздер ойлап қаларсыздар. Өзі әлсіз базаларға жасап, өзі мықты көрсетіп тұр деп. Мысалы, мына базаға жасайық. Мен бұндай ашық жерлерден, осындай ашық жерлерде көбінесе үлкен бомбалар жатады. Сондықтан тексеріп көрейік. Мүмкін жоқ. Жарайды, үсті жақтан атқа. Көбінесе мен базаларды 300-да немесе 200-да аламын. Бірақ бұнда мен 200-да алатын шығармын. Өкінішке орай. Бірақ оны көре жатамыз. Бірақ біз көп ресурстарды алдық. Әттен черный эликсир. Алмай қалдық қой черный эликсир. Егер мен хоктарым 3-ші уровень болса, мен бұл базаны таза 300-да қалушы едім. Бірақ өкінішке орай менің хоктарым 3-ші уровеньге әлі көтерілмеген. Ай. Бірақ біз өте көп ресурстарды алдық. Мысалы, міне 478 мың золота, 405 мың эликсир, 1000 черный эликсир. Міне, осылай атака жасаймыз. Егер сіздер мен кланыма
кіретін болсаңыздар, міне. Және де бұл клан енді ғана дамып келе жатқан клан. Және де бұнда мен главамын. Сәттілік достар. Және де сау болыңыздар.